Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз қазақ тіл сабағынан онлайн сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы жанды табиғат, тіл және сөйлеу. Осы сабақ арқылы қол жеткізген оқу мақсаттары: тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру. Бөлім тыңдалым және айтылым. Бөлімше тыңдалған материалдың мазмұнын түсіну. Ортақ тақырып жанды табиғат. Бұл сабақта сіздер сөйлеу дегеніміздің не екенін, оның не арқылы жүзеге асатынын және түрлерін ажыратуды үйренесің. Бағалау критерийлері: сөйлеудің не үшін қажет екенін ұғынады. Тіл арқылы жүзеге асатынын түсінеді. Ауызекі және жазба тілде сөйлеу ерекшеліктерін біледі. Табиғатқа ойша серуен. Қазір балалар, біз табиғатқа серуенге шығамыз. Арқаңызды тік ұстап отырыңыз, көзіңізді жұмып терең тыныс алыңыз. Әрбір тыныс алған сайын неғұрлым көбірек босаңсып, сабырлы болуға тырысыңыз. Қазір біз орманға серуенге шығамыз. Өзіңіздің сынып есігіне қарай беттеп, есікті ашқаныңызды, дәлізбен өтіп далаға шыққаныңызды елестетіңіз. Таза ауаны жұтып, шашыңызды желбіреткен желдің лебін және бетіңізді сәл-пәл қызарған күн сәулесін сезініңіз. Гүлдер мен ағаштардың иісі, құстардың дауысы, жәндіктердің ызыңы. Орманға еңбексіз, қараңызшы, ағаштар биіктеу әрі қалыңдай. Жарық пен көлеңкенің ойынын қызықтаңыз. Жапырақтардың сыбдырын тыңдаңыз. Біз өзімізді орманға бақытты әрі қауіпсіз сезінеміз. Алаңқайға шығып, оқулықпен жұмыс. Оқулықтан 5-ші бетті ашыңыздар. Сөйлеу не үшін қажет? Ол не арқылы жүзеге асады? Жарайсыздар. Сөйлеу адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасау үшін қажет. Сөйлеу ғажап құбылыс. Сөйлеу тек адамдарға ғана тән қасиет. Сөйлеу сұрақ-жауап, әңгімелеуден тұрады. Қазір балалар, біз толықтыр ойыны арқылы сұрақтарға жауап береміз. Тіл арқылы балалар, адамдар не істейді? Сөйлеседі, хабар береді, пікірлеседі, білмегенін сұрайды, кеңеседі. Жарайсыздар. Сөйлеудің күнделікті өмірдегі мәні мен қажеттілігі. Біз күнделікті өмірде не істейміз? Бір-бірімізбен әңгімелесеміз, бір нәрсені сұраймыз, немесе оған жауап береміз. Достарымызбен ойнаймыз, сабақ айтамыз, інілерімізге жақсы кеңес береміз. Күнделікті өмірде болып жатқан оқиғалар мен хабарларды сөйлеу арқылы жеткізіп отырамыз. Ау Айдос, сен неге көңілсіз келе жатырсың? Мен сені қазір көңілдендірейін. Қойшы, Қуаныш. Менің күлуге де, сөйлеуге де зауқым жоқ. Тілім ауырып келе жатырмын. Тіліме теріскен шығыпты. Оу, сөйлеудің тілге қандай қатысы бар? Қызық екенсің. Тіл болмаса, қалай сөйлей аламыз? Тіл, сөйлеудің басты құралы екенін есіңде сақта. Сонымен, Айдос пен Қуаныш бір-бірімен өзара сөйлеу арқылы қарым-қатынас жасады. Ендеше, сөйлеу біреумен әңгімелескенде, сұрақ-жауап алғанда, ауызша хабарлағанда жүзеге асады. Сөйлеу арқылы өз ойымызды өзгеге жеткізе аламыз. Өлеңді мұқият тыңда. Теледидар саңқылдап, үйрекке тіл бітірді. Қарға-қарға қарқылдап, сөйлеп кетті бір түрлі. Абыр-жымай қаймықпай, торғай сайрап тіл қатты. Ал бөдене жалықпай, шешті қиын жұмбақты. Кенет көлге қас қонып, басты қоңыр үніне, ақтан отыр мәз болып, сөйледі деп бәрі де.
Ал балалар, оқулықтағы мәтінді түсініп, оқып, көшіріп жаз. Хайуанаттар әртүрлі үн шығарып, белгі береді. Үн арқылы олар бір-біріне жақындап, қалған қауіп-қатер туралы хабарлайды. Мол азыққа кенелгенін жеткізеді. Сөйлеуіне адамдарға ғана тән. Жас сәби сөйлеуді үлкендерден үйренеді. Соңғы 2 сөйлемге сұрақ қой, жауап беріп көр. Қорытынды. Бүгінгі сабақта сенің үйренгенің. Тіл адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасауға құралы екенін. Ауызша сөйлеу түрлеріне бетпе-бет сөйлесу, телефон, теледидар, радио, тағы басқа құралдар қолданатынын. Жазбаша сөйлеу түрлеріне хат, кітап, қағаз, интернет, электронды хабарлама, факс құралдары қолданатынын. Тіл арқылы хабар беруге, сөйлесуге, кеңесуге, білмегенін сұрауға, пікірлесуге болатынын. Тіл адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасау құралы екенін. Ауызша сөйлеу түрлеріне бетпе-бет сөйлесу, телефон, теледидар, радио, тағы басқа құралдарын қолданатынын. Тіл арқылы хабар беруге, сөйлесуге, кеңесуге, білмегенін сұрауға, пікірлесуге болатынын сіздер үйрендіңіздер. Үйге тапсырма оқулықтағы 7-ші беттегі 5-ші жаттығудағы өлеңді жатқа жаз. Назарларыңызға көп-көп рахмет.